Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Қызылорда облысы Байқоңыр қаласындағы нөмірі 277 мектеп лицейінің 11 сынып оқушысы Қанатова Жансая жас мобилограф сайысының қатысушысымын. Мен мобилография саласында 3 жылдан бері үздіксіз еңбек етіп келемін. Қазіргі таңда өзімнің жеке медиа продакшным бар. Түсірген жұмыстарымды парақшама тұрақты түрде жариялап, сапалы контент ұсынуға тырысамын. Мен бұл сайысқа мұғалім мамандығын таңдадым. Келесі кезекте менің түсірген бейнеролигімді тамашалаңыздар. Ұстаз бұл жай ғана сабақ беретін адам емес. Ұстаз білім мен тәрбиені қатар беретін, болашақ ұрпақты қалыптастыратын ерекше тұлға. Ол оқушыларға тек пән үйретіп қана қоймай, өмірдің мәнін түсінуге, дұрыс шешім қабылдауға, адамгершілік пен жауапкершілікті сезінуге үйретеді. Ұстаздың еңбегі өте маңызды, әрі жауапты еңбек. Себебі кез келген маман иесі алғаш білімді ұстаздан алады. Дәрігер де, инженер де, ғалым да, тіпті ел басқаратын азаматтар да бәрі алғаш әріп танып, білімнің негізін ұстаздан үйренеді. Сондықтан ұстаз қоғамның дамуына тікелей үлес қосатын мамандық иесі. Ұстаз болу үшін тек білімді болу жеткіліксіз. Ұстаз сабырлы, мейірімді, әділ әрі төзімді және жауапкершілігі жоғары адам болуы керек. Әр оқушының мінезі әртүрлі, қабілеті әрқалай. Нағыз ұстаз сол әртүрлілікті түсініп, әр баланың жүрегіне жол тауып, оның бойындағы қабілетті ашуға көмектеседі. Кейде ұстаз оқушы үшін тек мұғалім ғана емес, ақылшы, қолдаушы, бағыт көрсетуші, сенім сыйлайтын жан. Ол оқушының жетістігіне қуанып, қателігін түзетуге көмектеседі. Ұстаздың айтқан бір жылы сөзі кейде баланың өмірін өзгертіп, үлкен арманға жетелеуі мүмкін. Ұстаздың еңбегі бірден көрінбеуі мүмкін, бірақ оның нәтижесі жылдар өте айқын байқалады. Себебі бүгінгі оқушы ертеңгі ел болашағы.